The mist clings heavy to the fjords at night. Қайырлы күн достар. Маған көптеген жүк тасымалдаушылар Астана қаласының таразысына жөнсіз айыппұл арқалап жатырмыз деп жүгінген болатын. Сол себепті Астана қаласына келіп қалдық. Көліктік бақылау инспекциясына қазір жолығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Rhythm of the iron gray, equality carved in the runes we bear. The weight of the world is a weight we share. The ravens are watching from the ancient tree. I look at you and I see me. Осы штаттар бойынша ғой таразының. Ассалаумағалейкум. Осы Сарайшық ауданында тұрған, орналасқан автоматтандырылған өлшеу құрылғысы бар ғой. Соның көп мөлшерде жөнсіз айыппұлдар келгені анықталып жатыр ше. Осы мәселелер күндегі қайталанып жатқаннан кейін бір ұсыныстарды жеткізілмей отыр. Мысалға, мына жерде екі хаттамадан мысалға келтіретін ше. 50 тонна дейді біреуін. Оған басқа таразылардың салмақ мәліметтерінде 42-44 тонна болып тұр. Сөйтіп сіздер қанағаттандырдыңыздар шағымды. Екіншісі, көрсетші. Екіншісі мысалға бұл Астананікі 44 тонна көрсетеді. Басқа таразылар, неден Нұрлы жол не бар ғой, шекара, содан бастап бер жағында Алматы Қаргос бар, Қарағанды облысынікі бар таразы, өзінің есептік салмағы бар, СМР-дағы жүгіменен машинасының салмағы бар ғой, соны қосқан кезде барлығы 39 тоннаның плюс-минус болып тұр. Сөйтіп сіздер қанағаттандыңыздар. Оған рахмет. Енді ұсыныс мынадай, екі ұсынысымыз бар. Мен жүк тасымалдаушы. Бірінші, әрбір жүк тасымалдаушы сауат деңгейлері әртүрлі ғой, мүмкіндігі шектеулі. Солар арыз жазады өздері өтінішпен. Мен мынандай СМР-мен шығып едім, Нұрлы жолдан шығып едім, Меркеден өттім, Қарағандыдан өттім, ешқайсынан айыппұл шыққан жоқ, Астанадан өтті деген кезде, сіз соны мына шағымды қараған кезде бірден сіздердің мүмкіндіктеріңіз кішкене ұзындау, қолдарыңыз ұзындау, өздеріңіз болмаса жүйеден қарауларыңызға немесе әріптестеріңізден сұрап жіберсеңіздер, мысалы Нұрлы жол болсын, Мерке, Жамбыл облысы болсын, Қарағанды облысы болсын деген сияқты айтқанына қарай. Сөйтіп сол жақтан таразының мәліметтерін қарап, егерде шағым бойынша расталып тұрса, осыны жаңағы қаулы өздері шешім шығарған кезде сол нәрсеменен сіздің шағымыңыз расталып тұр, біз қарадық, сол себепті сіздің қанағаттандырамыз деген сияқты осындай деңгейде қаралса, осыдан былайша осы ұсынысты комитетке жеткізсеңіздер. Бүкіл облыстағы инспекциялар, бүкіл региондағы инспекциялар осылай тәртіппен қараса, әйтпесе мысалға жаңағы сертификатталған не деген сияқты бірден жауап бермегеннен көрі. Екінші ұсыныс, мына табылып отыр ғой, тараздан өткен табылып отырады ғой, сізде нарушение, перевес деп ше. Сол жерде реальный бір телефон тұрса, кәдімгі горячий линия ма, бірден звондай алатындай доступный телефон ше, өшіп қалмайтын сондай телефон. Соған бұл кісі нарушение десе, бірден машинада тоқтап, мүмкіндік болса мынадай звондап, жігіттер, мен осы жерде мына Сарайшықтың таразысында тұрмын, келіп мына жерде контрольный өлшеп жіберсеңіздер деп. Сосын мобильный сіздердің посттарыңыз барады да, өлшеп көреді, актілеп береді. Сосын егер оған нұсқама шығып жатқан жағдайда актіменен жаба қоятындай. Бұл нәрселер негізінде алдағы уақытта жаңағы осындай нұсқамалар келген кезде жеңілдету ғой, барынша жеңілдету. Азайту нені, қағаз волокитаны, мынадай жүгіріспені ше, біреу басқа қалада, біреу басқа облыста, соның бәрін жеңілдету. Осы екі ұсынысты комитетке жеткізсеңіз, бұл мына жүк тасымалдаушылардың өздерінің құқықтарын қорғауы жеңілдетіледі. Келіңіз, жетекші маман Ильяс Азамат Тосқаншы. Сіз көрсетіп отырсыз ғой, ол жерде погрешностьті алған кезде есеп бар. Сіздегі. Негізі общая масса барлық арқада бірдей өлшенеді. Бізде погрешность аз болған себептен бізге берген сертификатта. Сол себепті бізде көп мөлшерде салмақ шықты. Сол бойынша оны қазір комитет қарастырып отыр. Погрешность өзгерту туралы. Ол бойынша біз проверкаға шықтық. Осы жақында акт бар. Қазір погрешность дұрыс орында тұр. 14-ке көтердіңіздер ма? 14-ке көтердік. 14-те 19. Осы видеомыз негізі не есеп болып отыр ғой жаңағыдай.
жазбаша түрге өтінім бергенмен де есептеледі ғой негізі. Иә. Иә, сіз өзіңіздің тарапыңыздан соны ресми түрде комитетке жолдасаңыз. Сол, рахмет, Алеке. Хорошо. Иә. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Сау Сау болыңыз. болыңыздар.